Құрметті достар, біз дәл қазір жасыл қала, жайнаған қала Ақтөбедеміз. Бүгін Ақтөбеде мотивациялық оқыту турының ең соңғы күні, керемет семинар, бірге тамашалаймыз. Олай болса, Infinity компаниясының Ақтөбе қалалық ашық семинарына қош келдіңіздер. Ақтөбе бойынша аймақ басшысымын. Осы жерде жұмыс істеп жатқаныма жыл жарымдай болды. Келдім, көрдім, маған ұнады. Неге жасамасқа? Неге мен миллионер болмаймын? Классик болып жүрсем мен 4 қызымды қалай тәрбиелеп, мен оны қалай жақсы жерде оқытып, қалай мен адам боламын? Менде осындай ой болды. Қазір мен сол арманыма жетіп, сіздерге өтіп, маған шығып қазір менде 500 пен миллионның арасында бізде апта сайын зарплата береді, айына 4 рет зарплата аламыз. Менде қазір плюс-минус айға есептеген кезде қазір 3 миллиондай менде стабильный уже 2 жыл жарым болды. Осылай доход түсіп келе жатыр. Махбуза ханымды осы жерге шақырып отыр. Біздің компанияның атынан керемет көз келді, сыйға тартады, құтты болсын. Давайте қаттырақ қошеметпен құттықтап қояйықшы. Қош келдіңіздер, өзім атыраулық боламын, аты-жөнім Айчара Махбуза, арулаңыз болам. Енді біріншіден Аллаға, екіншіден осы Infinity компаниясына алғысым шексіз. Себебі мен бұл компанияға денсаулығым үшін келіп, керемет результат алыптым. Сақтылы диабеттен, дағынеден жазылыптым, құлантазан. Екіншіден осы екінші бағытымызда біздер жақсы, өте керемет табысқа ие болып жатыр. Аллаға шүкір. Менің спонсорым Жанарина Айша ханым, Алмада, ол кісі бүгін кішкене ауырып қалды. Осы компаниядан денсаулыққа келдік, денсаулығымыз түзелдік, Аллаға шүкір. Көп рахмет айтамын басшыларымызға, осы біздің қазақстандық компанияға. Қош келатсыздар. Біздің компания енді международный компания, бұл жерде специалистке орын табылады. Келіңіздер, пробуйте. Здесь может каждый работать и зарабатывать. Мен аты-жөнім Байтина Гүрам, спонсорым тікелей өзімнің анам, танышым менің Байтина Галия. Анама алғысым шексіз, осындай мүмкіндікті бізге көрсетіп жатырғанына, және де үлкен басшыларымызға алғысымыз шексіз, осылай жастарды бірге қолдап, бізді осылай әрдайым қасымызда жүргеніне. Менің есімім Елемесова Бағила, мен Атырау қаласынан келіп отырмын. Тікелей спонсорым Абремова Анар. Осы компанияға шақырғанда менде сіздер сияқты сенген жоқпын. Бұл нағылған ақша, нағылған не көп қой мұндай компаниялар. Соның біреуі деп мен ойлағам. Бірақ қазір Анар ханымға алғысым шексіз. Осындай керемет ортаға шақырғанына. Мен өзім жасап жатқан жұмысым бар, бірақ мен осыны қосымша жұмыс ретінде алып жүрмін. Сөйтіп қазір бір жылдың ішінде 2 секунд қалай жауған білмейді екен. Жақсы, апта сайын ақша түсіп тұрған бәріне де жақсы ғой енді. Осы компания басшыларына көп рахмет. Денсаулық тілеймін бәріңізге. Қош келдіңіздер. Менің аты-жөнім Байтина Галия. Осы мүмкіншілікті менің жетекшілерім Марина ханым, Бақытгүл ханым, Дастан мырза, енді басшыларымыз, жетекшілеріміздің барлығына да шын жүрегімізбен алғысымызды айтамыз. Енді осы жерде мен сіздердің алдарыңызға осындай бір құрметке ие болсам, оның өзі енді менің айтар едім ұстазым Жұмабек мырзаның еңбегі дер едім. Екі концертінің официальный дистрибьютор болып табылады. Дастан қалыбек бөлім шақыруға рұқсат етіңіздер. Мен Сәния, Жұматова Сәния Дүйсенқызы, Атырау
атыраудан келіп отырмын. Менің есімім Анарболат. Бұл компанияға 1 жыл бұрын келгем. Енді келу себебім кішкентай қызымның бір жақ құлағы 100% естімеді. Қазір 4-ші класс оқиды. Өзім құлағымын, іштегі лезерлар құлағы. Күні кеше ғана мен қызымның құлағын түсірдім. Туға оқы 4-й степени бала өмір бақи осылай қалады деген бала 3-ші степенға көтеріліп 40%-ға менің баламның құлағы ашылды. Мені осы компанияға шақырған менің спонсорым Рысты ханым. Вообще-то привело меня сюда любопытство. Мына жерде үлкен кісілерде көп бар ғой отырған. Сіздер ойламаңдар, тек жастар жұмыс жасай алады екен. Бәріңізде бірге жақын жуықтарың бар, балдарың бар, немерелерің бар. Емдеңдер. Емдесеңдер ары қарай табыстарың да шығады ғой. Отырмаңдар үйде, телевизорға жабысып. Атыраудан келіп тұрмын. Мен зейнеткермін. Осы зейнет жасыма келгенде осындай керемет компанияда жүргеніме бірінші Аллаға рахмет айтамын. Менің атым Бақытгүл, Қостанай қаласынан келдім. Бұрынғы мұғалім, өмір бақи уақыты жетпейтін. Басқа халықтың балаларын тәрбиелеуге уақыты бар, бірақ өзінің 4 баласын тәрбиелейтін уақыты өте шектеулі. Сондай мұғалім едім. 25 жыл мектепте жұмыс жасадым. Өмір бір сарында жерде тұрмайды. Адамның ең алғашқы қадам жасап, шешім қабылдайтын күні бұл өзіңе байланысты. Мен сондай шешімді бұдан 2 жыл бұрын қабылдадым. Аллаға мың шүкір. Менің өзім есімім Маржан Каракулова Сейсенқызы, Дастор тұрғыны. Дасторда балалар өнер мектебіне мұғаліммін, домбырадан сабақ беремін. Мен газет арқылы таптым бұл компанияны. Қатты қиналып жүргенде өзіме ақша керек болды, кредитім көп болды. Және менің жаңағы процентке ақша алғанмын. Бұл жерден апта сайын табыс ала отырып, мен Дубайға барып қыдырдым. Компанияның молшылығы, компанияның байлығы бұл деген беріп отырған біздерге. Мен осы жерден 2 комнатты квартира алдым Атырау қаласында. Сондай квартираны сіздер де аласыздар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Мен де солай ойлап тұрмын. Сіздердің бір осы бүгінгі күндеріңіз сіздер үшін бір себепші, бір мүмкіндік әкелді. Менің есімім Рысты, фамилиям Қалдыбаева, Атырау тұрғыны. Шүкір Алла, қазір бірде-бір қарызым жоқ. Кішкентай аз болып бизнес тағы да ашып қойдым. Арендаға сол шығып жатқан ақшадан қыдырып, банағы қанша адам осы жерде алғысын айтып жатыр. Именно осы кісілердің сабағын оқуға келдім. Осы кісілердің не айтады екен, тағы да не қосар екен деп. Ол кісілер сіздерге повезло, сіздерде Ақтөбеде болса, біздерде кетіп қалды ол кісілер. Бұл сетевой маркетинг. Былай айтқан кезде бұны тыңдаған адамға сіздің алдыңызда 2 жол тұр. Ойлау жүрді, бұл лохотрон, бұл біздің қолымыздан келмейді. Үкіметтің нормальный жұмысы керек деп. Но қазіргі уақытта адамдардың мүмкіндігі шектеулі. Номер 504. Бүгінгі семинардан алған әсеріңізбен бөлісіңіз. Саламатсыздар ма барлықтарыңыз? Бүгінгі кештен мен өте ризамын. Ең бірінші осы септігін тигізген Айнұр ханымға үлкен рахметім шексіз.
Infinity компаниясында ол мені алып келді партнер ретінде. Мен өте ризамын сол ханымға. Әсер эмоциясы керемет екен, құттықтаймыз. Достар, дәл қазір менің қасымда отырған компаниямыздың керемет көшбасшысы, аз уақытта телеге табысқа жеткен Анар ханым, қош келдіңіздер дейміз. Жалпы бүгінгі Ақтөбе қаласында өткен семинар жайлы өзіңіздің ойыңызбен бөліссеңіз және де бізді көріп отырған көрермендерімізге бір-екі айтар сөзіңіз болса. Рахмет, бүгінгі семинар өте жоғары деңгейде өтті. Енді бұл жерге келіп, халықтың денсаулығына себепкер болып, осы компанияға бір жыл бұрын келіп, қаншама халыққа біз себепші болып жатқанына мен қуаныштымын. Алла тағалаға рахмет айтамын. Енді мен бір жыл бұрын осы жерге келгенде тамақ хозяйка болатынмын. Үйдегі сериалдарды бірінен соң бірі қарап, бір жыл уақытымды бостан-босқа кетіріп жатыр, ішім одая шығын болатын, иә. Енді осы жерге келіп, бір жылдың ішінде менің өмірім түбегейлі өзгерді. Бір жылдың ішінде бармаған қаламыз жоқ. Алла қаласа осы Дубайға жол аттанайын деп отырып, Россиядағы ең тарихи қала Санкт-Петербургқа жолдама барып келдік компаниямен бірге. Қазақстанның қанша қалаларына бардық та, бір жылдың ішінде менің өмірім 360 градусқа өзгеріп жатыр. Бұл жерде үлкен қыруар табыс бар, қанша халыққа біз көмектесе аламыз, қанша халықты денсаулығына жақсартуға себепкер бола аламыз. Осы жерде жүргеніме мен Алла тағалаға шүкіршілік айтамын. Бәрекелді, көп рахмет Анар ханым, табысыңыз молая берсін, денсаулығыңыз зор болсын, аман болыңыз, есен болыңыз. Құрметті достар, дәл менің қасымда бүгін Ақтөбе қалалық семинарында керемет жетістікке қол жеткізіп, дәл бүгін бірінші цикл жайлы төсбелгіге ие болған Мақпуза ханым, семинар жайлы бір-екі әсеріңіз болса. Енді құрметті ақтөбеліктер, бәріңізге де енді көп рахмет айтамын. Осындай жылы қарсы алып жатқандарыңызға. Осы Infinity өнімдерінен жазылып отырмын. Және де үлкен жетістікке жетіп отырмын. Қазіргі таңда апта сайын табыс шығып жатырмын. Әуелі Аллаға мың шүкіршілік деймін. Құрметті достар, мінекей осымен Ақтөбе қаласындағы семинарымыз аяқталды және де онымен қоса үлкен мотивациялық оқыту туры да өз мәресіне жетті. Осы күн аралығында бізбен болғандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Шексіз мүмкіндіктер әлемінде кездескенше.